испытание еще. 벌써? 여기 원래 바다로 만들어있는데. 어. 물이 빠지면 아, 맞네. 뒤에 여기 짱 많아. 움직여. 오. 봐 움직이지. 오. 아 저거 달팽이. 안될 것 같은데. 안 될 것 같은데. 번만 하자. 하나, 둘, 셋. 됐어 됐어. 들어. 됐어 됐어. 여기까지 나와. 이제 한 번만 버티면 돼. Мен күйеуімді осылай арқама көтеріп жүремін. Осылай өмір сүремін дейді. Мына видеоны түсіріп жатқан Думан. Бір ұнайтыны осылай әр теңіздің жанында мемлекеттен жасап қойған ба, кофешоптан жасап қойған ба білмеймін. Осылай аяғыңды жуатын сулары барлығы дайын тұр. Кореяда балалар кіре алмайтын кофешоптар, кафелердің көп екенін білесіздер ме? Балаларды кіруге болмайды деп жазып қояды. Бүгін сол жайында сіздерге айтатын боламыз. Сен отыр. Жалпы негізі Кореяда қазір жаз мезгілі келді ғой. Біз сонау 1 сағаттық жерден кофе ішу үшін осындай бір шуылдаған жерге келдік. Негізінде Кореяда дәл осындай әдемі теңіздің алдында кофешоптарда отырып кофе ішу, демалу қазір атмосфераға айналған. Бір кофе заказ беру үшін мұнанша кезекте тұруымыз керек. Ал енді менің айтқым келетіні, жаңа айтып жатырмын ғой, Кореяда балалар негізі кіре алмайтын жерлер көп деп. Мына жерде балалар кіре алады, сондықтан өте шулы. Негізінде жалпы қазір Кореяда айтып отырмын ғой, арнайы бір пансионаттарға барып, қонақ үйлерге барып демалуға болады. Бірақ ондай жерде жолдасым шыны керек. Басқа кроватта ұйықтай алмаймын деп айтады. Ұйқыны үйде ұйықтағым келеді деп айтады. Және де ол жерге барсаң бір 200 мың вондай, 300 мың вондай ақша кетіп қалады. Бірақ біздің ақшамен 200 долларға кетіп қалады дейді. Оның орнына барып осындай кофешоптардан тамақ заказ, кофе ішіп, атмосфераны қызығып, демалып, одан кейін ғана үйге барып демаламын. Ұйқыны үйде демалуым керек дейді. Сондықтан егер де Қазақстаннан келіп жатсаңыз, міндетті түрде Сеулге, Пусанға қаленбай ақшаңызды құртып бармай-ақ, осылай әртүрлі атмосфералық жерлерде демалып, одан кейін ғана жаңағыдай арзанырақ қонақ үйлерде демалсаңыз болады. Қазір атмосферамен көрсететін боламыз. Думанды орын алып отыр деп отырғызып қойдық. Дала ыстық болса да адам тола. Орынды сразу алмасаң орынды де болмайды. 네. 플라망고 하나랑 딸기 라떼 하나랑 모히또 하나랑 레드벨벳 하나요. 먹고 갈게요. 네, 3개요. 네. 아, 주차요, 그리고. 네, 주세요. 차량 모드에 4자리 걸으세요. 2시간 반 넣어드렸습니다. 네. 주문을 알려드릴게요. 감사합니다. 사진 잡았네. Бірінші орын бағана сыртта еді ғой. Ішінен зорға орын тауып алды, хотя бы кондердің иісін сезіп отырайық деп. Бұл кафеде, осындай кафелерге келсеңіз, балам біреу-ақ қойды, біз екеуміз ғана тапсырыс бере салып болмайды. Балаңыз кішкентай болса да бір адамға бір кофе или бір напиток міндетті түрде. Екеуміз келіп алып, мысалға 5 адам келіп екеу-ақ тапсырыс беруге болмайды. Орын іздеп отырып, екінші этажда как раз орын бар екен шығамыз деп, Думанмен шығайын деп жатсақ, прикиньте не дейді? Болмайды дейді, мына жерде no kids zone дейді. Яғни балалар кіруге болмайды дейді. Айтпасам екінші этажға барып, отырып келейік деген едік. Көрсетеміз қалай екен. Үндемей, пока что Думан күтіп отырған кезде біз барып келейік, көрсетем. Қаншалықты бірінші этажға қарағанда тыныш екенін no kids zone балалар кірмейтін көрсететін болам. Ой, 예쁘다. 자리도 많네. О. Орын да көп, атмосферасы да әдемі. Прикиньте. Осындай болған екен балалар кіргізбесе керек қой. Мен бір нәрсе айтайын ба? Біз ана no kids zoneға баламыздың кіре алмайтынымызға жыным келеді, себебі Думан далаға шықса тыныш. Басқа жұрттардың баласы сияқты шулап, жылап, құтырып, жүгіру жоқ, тыныш отырады да. Біз шыға беруімізге болады вроде, но шығармайды.
Мынандай атмосферасы әдемі жерде отырып кофе ішіп алған ежетсіне, бірақ балалар кіруге болмайды дейді. Негізі балалар кіруге болмайтын кафені жасауының бірінші себебі ол әрине ата-аналар балалармен келеді. Өздері отырып ата-аналар кофе ішіп әңгіме айтып отырады, бала шағасы жүгіріп шулап, адамға демалыс бермейді дейді. Біріншіден сол, екіншіден ыдыстарын сындырады, жүгіріп жүреді, шум болады. Сол үшін де жаңа Nokia жөнді қойған дейді. Мен айтам да, кәрістер бала да тумайды ғой, ары кетсе біреу екеуі туады. Біздің Қазақстан 5-6 аулап туып жатқан жоқ қой. Nokia жасайтындай емес. Одан кәрістердің балдары қазір көпшілік қорыс бәрі телефон шықлап отырады ғой, тыныш бүйтіп жүгір жүрген баланы көрмейсің. Nokia бара берсе болады ғой деймін да. Жыным келіп отыр. Андай әдемі атмосферада шыға алмаймыз, потому что бізде бала бар. Государстводан болса ойбай бала туыңдар, ақша берем, бала болсаңдар үйтем деп жатыр. Мынандай жерлерде балаң болса кіре алмайсың дейді. Ал мына жақ ыстық болып тұр екен, қалғанын бірінші этажда түсіремін. Ал енді Думантайын іздеп барамыз, біздің заказ шығып қалуы мүмкін. Думанның көзі бақырайып отқан жүр, мама қайда кетті деп. Такасаң мені. Мияна да. Мияне. Қажоқте. 저희 포크는 여기서 챙겨요. 저기서 이용하는 알림사 잘 네. Дәл осылай тапсырыс бергеніміз 33.200 вондай шықты, шамамен 12.000 теңгедей группа әртүрлі болуы мүмкін. О атмосфераны әдемі көргің келсе, бағасы әжептәуір қымбат. Но зато Баллиға барып келгенде әсер аламыз деймін ба? О, машта. Мохито. Ну, игі боғы байды. Мохитоға 뭐야? Жаңағы Nokia бар ғой, соның минус жақтарын айтайынша, плюс жақтарын енді осындай кафенің бастығының ойынша осылай менің посуданы сындырып кетеді басқа деп айттым ғой. Ал енді минус жақтары балаңды қалай тастап кетіп қыдыруға шығасың біріншіден. Екіншіден адамдардың ойы бойынша баланың құқығын бұзу осылай ойлайды екен да. Әрине әрбір кофешоптарда, әрбір ғимараттарда страховка құйып қояды. Ол ертең бала ойнап жүріп, бір жерін жарақаттап алса, басқа болса, страховкадан жабады ғой. Бірақ әңгімесі көбейіп кетеді деп осындай балалар кіруге болмайтын нәрселерді көп ашып қойған екен да. Инчонда мен барғым келетін бассейн бар. Бұрыннан бір 5-6 жыл болды барғым келіп жүргеніне, сол бассейнге бара алмаймын. Неге? Себебі ол жерде Nokia балалар кіре алмайды. Сондай бір жынға келетін, жынға тиетін нәрселері бар. Артыма қараңыздаршы, баласы бар отбасының бәрі осы жерде отыр түгел. Екінші этажға шамайды өткен ешқайсысы. Жының келе ма келмей ма? Отырып осыларға әңгіме айтып жамандап алайын да кәрістерді. Кәрістердің плюс жақтары да бар ғой. Осындай маған ұнамайтын минус жақтары да бар, если что. Жалпы Кореяда осындай кофешоптарға кіріп алады да, сабақ оқып отырады. Ноутбук қосып алуы мүмкін, телефон қосып алуы мүмкін. Бір мынандай напиток заказ беріп, 4 сағат, 5 сағат сабақ оқып отыруы мүмкін, ноутпен жұмыс істеуі мүмкін. Оның ішінде мен де бармын деймін да. Мен де кофешопқа кіріп алып, зарядка қай жерде қоюға болады, резетке құлпынай сол жерде жүреді. Өйткені телефонның зарядкасы жетпейді біріншіден, екіншіден ноутбугыңды қосып бір нәрсе істей қалайын десең, зарядка керек. Әсіресе Starbucksқа кіресіз ғой. Starbucksқа кірсеңіз, бәрі бір-бірін түсінеді деп ойлаймын. Бір-бір ноутбугымызды көтеріп аламыз да, қай жерде зарядка бар деп соны іздеп жүреміз. Бір кіріп 4-5 сағаттан шықпай қоямыз. Ал енді оны кафенің бастықтарының ойынша, мынандай ғой, светтің ақшасы кетіп жатыр, орын кетіп жатыр, адам тұрмай 1-4 миллионға заказ беріп қойып тұрмай 4-5 сағат отырады. Былай айтқанда, арендаға қарағанда арзан ғой. Қазіргі жастардың да солай жасайтын болғанда. И сол үшін де деп ойлаймын, жаңағыдай, әрине мынанша сағаттан шығуым керек деген жоқ, бірақ парковканы 2,5 сағатқа беріп қояды. Автомат түрде өзің 2,5 сағаттан кейін шығасың. Парковка демекші. Демалыс күндері осындай жерге келіп қыдырған күшті ғой, көресің. Бірақ таңертең ерте келуіміз керек. Айтпесем, ана парковканың соғысын айта алмаймын. Орын таппай күтіп тұру, ал парковканың орнын тапсақ, 2,5 сағат тегін қоя аласың, 2,5 сағаттың ішінде әңгіме айтып, жұмыс істеп, атмосфераны қызықтап, үйге қайтуға болады. Айтпақшы, бір нәрсе айтайыншы, Nokia балаларды кіргізбейді, қонақты таңдап қабылдайды деген сияқты болып жатыр ғой. Менің жолдасым, мен түсінбеймін деймін де сөйтсем, жолдасым мен түсінемін дейді. Өйткені кезінде жұмыс істеген кезінде клубы болды, басқасы болды, өзінің жұмыстары болды ғой. Сол кезде қонақтарды таңдап қабылдайтынбыз, кіргізетінбіз дейді. Киім киісіне қарай дейді. Тауға шығатын киімі, спортивный киім болса, біз кіргізбейтінбіз дейді. Түріне қарап, қуасың ба деген сияқты қарағасың ба? Соншалықты мен ондай бастарды түсінемін дейді. Ал енді тағы бір кафелерге, асханаларға барсаңыз, допетчон, яғни жануарлар кіруге болмайды деген асханаларда өте көп, көпшіліктерде өте көп.
Неге бұлай арнайы жазып қойған? Себебі кәрістердің көбісінде үйінде күшік асырайды. Бір отбасы, ойбай кәріс десе олар ит жейді дейсіңдер ғой. Қазір онда ит жейді емес. Бұрындары сондай болғанмен қазір кәрістерде ит бір отбасы. Әрбір үйде бір иттен бар. Ит асырағысы, күшік асырағысы келетін бір бала бар. Мен бірақ негізі айтқым келетіні, егер сіз Кореяға қыдырып келіп жатсаңыз, қымбат қонақ үйлерге барып, күшті сервис, ақшаны жұмсайын деп келсеңіз, онда болады. Біз сияқты ақша үнемдеймін дейтін жандар болатын болса, онда күніне $200-300 жаңағыдай бұлақтың қасына, таудың басына, теңіздің басына қонақ үйге қонғыңыз келмесе, онда осындай теңіздің жанынан атмосфераны от души көріп, қызықтап, суретке түсіп, арзанға ұйқыны үйге барып ұйықтау, немесе ұйқыны арзан қонақ үйге барып ұйықтау. Сонда ақшаны үнемдей аласыздар. Кореяға келгенде не обязательно Пусанға барасыз, Сеулге барасыз. Осындай әртүрлі кофешоптар, бейкери кафелер өте көп. Атмосфераны да қызықтадық, теңізді де көрдік, әдемі дәмді напитктерді іштік. Енді кетпей тұрып, артымызды жинап тазалап кетеміз. Егер сіз Кореяға келіп, осындай өзің жинап кететін нәрсе болса, таң қалмаңыздар. Осындай өзің жинайтын жерлер өте көп. Тек қана ақшаңызды үнемдеу ғана емес, сіздің уақытыңыз жоқ. Емнен немесе бизнестен басқа да жұмыстарыңыздың кететін уақытыңыз қалды, жарты күн уақытыңыз баратын болса, онда осындай әдемі бейкери кафелерге, кофешоптарға келіп, атмосферасын сезініп, суретке түсіп, әдемі дәмді напиттерді ішіп қайтсаңыздар болады. Барлықтарыңыз жақсы көремін, сау болыңыздар.